Меніңше осы посткеңестік елдердің ішінде, әсіресе Қазақстанда шығар, бәлкім Ресейде, Беларусь, Украинада да сондай шығар. Мына көлік деген нәрсені қатты бір әулие тұтамыз біз. Сосын мен мынандай бір оқиғаларды да білемін. Кейбір адамдар бар екен жаңағы. Көлігін жуады екен де, сосын бала шағасын мінгізбей ұрсып жаңағы аяғын сүртіп көр, тағы бір бәле деп ше. Сұмдық, сосын лежащий полицейский деген бір оңбаған нәрсе бар. Соған келген кезде жаңағы жайлап жүріп тоқтайтын болады ғой біреулер. Тоқтап барып өтеді ғой, бүйтіп. Вот осыны мен көтере алмаймын бар ғой. Өте берсейші, қазір нормально, 20 минут, 30 минут білмеймін әйтеуір. Тоқтап, бипаздап, жанын аялап ана көліктің. Сериалдың синопсисін жазуым керек. Содан кейін сценарий курсым бар ғой менің. Сол сценарий курсымды бір платформаға ауыстырып жатырмын, басқа платформаға қоямын. Айтпақшы менің курсымды сатып алғыңыз келсе, маған жазыңыз. Астына мына телефон нөмірін қалдырамын. Сценарий курсы 32 сабақтан, жалпы жазу өнерін, сценарий жазуды үйреніп аласыз. Жандос, сосын бүгін шығарамыз 8-де құдай қаласа. Сен анау 8 үзік жасап қойғам. Бүгін айтпақшы Рахат Жақсыбайдың жақсы подкастына берген сұхбатын шығады екен. Қазір Рахатын жазып жатыр ғой. Соны жақсылап көрейік енді. Түрлі алаяқтар неше түрлі курстар жасап кетті ғой, сөйтіп мына инфобизнестің, курстың, білімнің құнын түсіріп жіберді. Негізі адамның өзіне байланысты жақсы курс таңдап, саралап, тауып, соны оқып, сол білімді практикаға айналдырып, оны монетизацияға, ақшаға айналдыру адамның өзіне байланысты. Сондықтан сен мысалы курс алған кезде спикерге қарау керек. Спикер қандай жетістікке жетті, өзі сонымен істеп жатқан, өзі айтып жатқан нәрсесін істей ма, сода бір жетістікке жетті ме, жетпеді ма? Осы нәрсеге көбірек қалау керек. Мен бұған қатысты әртүрлі ойлар бар ғой, мысалы ол нишаға да байланысты көп жағдайда. Мысалы, өзі істеп жүріп, өзі үйреткен адамнан көп нәрсе шығады. Ал егер өзі істемейді, бірақ үйрететін болса, одан да нәтиже болуы мүмкін, бірақ ол кезде спикерге қарау керек. Спикер қаншалықты білімді, қаншалықты біледі теориялық тұрғыдан. Өйткені теория мен практика екі түрлі ғой. Бүгін 20:00-де Жандоспен подкастымызды тамашалаңыздар. Рамазан, тамашалайсың ба? Қараймын бұйырса. Точно ма? Бүгін де айта алмаймын, қарай. Вторник күні кірсек деймін де жаңағы бір жерге. Жақсы, жарайды. Жақсы, рахат, давай. Осы жермен аяқталды. Осы жермен аяқталды. Студия алмайсыз ба екен? Жақсы. Студия алмайсыз ба деймін. Студия? Маған қайсы емес пе подкаст? Студия аламыз ғой, студияда бар. Рамазанмен отырмыз. Рамазан, қалай жағдай? Жақсы. Деңгей өсті, KFC-ден кеттік деймін. KFC-ден кеттік. Starbucks кофе ішеміз бе? Шығасың ба? 10 минутта құралай келем деген. Осында ма? Екінші жерге. Бол. Кездес. Сен онда кездесіп аласың ба? Жаңа тамақ ішемін деп мынаны қарасың. Пельменнің суы тамып кетті. Міне. Мына жер. Тамақ ішкенде осындай бықсытып, бір нәрсені шашып төгіп жейтін осыларың мен боламын. Жоспар бойынша мен қазір енді түстен кейін отырып жазуым керек еді ғой. Бірақ мына киімім былғанып қалды. Барып ауыстырып тастайын. Былғанған киіммен қайтып жүреміз. Мәссаған, жаңбыр жауып кетті ғой. Ай, осының арты бар ғой, қар болады ау. Абу-Дабидің басы анау бұлттардың арасына кіріп кетіпті. Өтуде сәулем өмір менің өзіңсіз. Көруге көзім әлемде сенің көзіңсіз. Әлемде неше кеште батып кетті ғой, мен әлі сол тильдамен отырмын, қазір сайт жасап отырмын. Жұмыс өте көп. Қазір осыны бітіргеннен кейін тренировкаға бару керек, боксқа бару керек. Боксты бір күн жіберіп алғым келмейді, тренировканы ше. Білмеймін, бір күн жіберіп алсам бір түрлі сияқты көрінеді ше.
Қазір деген сұмдық уақыт жылдам өтеді. Боксқа кешігіп бара жатырмын. Сәл жұмыспен қолым тимей бөгеліп қалдым. Зато мен бүгін біраз жұмыс істедім. Tilda сайтын әбден зерттедім. Өзімнің парақшамды ашып қойдым сол жерде. Табысты сценарист курсы жайлы біраз ақпараттарды жаздым сонда. Енді мысалы клиенттер іздеген болса, сол сайтқа кіреді да, барлық мағлұматты алып, содан кейін барып маған WhatsApp-қа жазады. Әйтпесе алдында 0-ден бастап менен сұрайтын ғой WhatsApp-та ше. Өйткені ондай ақпарат менде болмады да. Қазір ыңғайлы. Жандос Құсайынов деп басталады. Сценарист, режиссер деп. Түсірілім алаңынан суреттер. Күшті ғой, мен қанша жыл телеарнада жұмыс істегенім бәрі осы ақпарат. Мен туралы бүкіл ақпарат бар ғой. Керемет емес пе, сөйтіп ақпараттарды оқып келесіз да, сценарийдің маңыздылығын түсінгеннен кейін кино сценарий әліппесін, жоқ, табысты сценарист курсын сатып аласыз. Сөйтіп киноға, сериалға сценарий жазасыз. Ақша табасыз, атақты боласыз, жеке брендіңіз қалыптасады. Ең бастысы, өзіңіз қалаған шығармашылық өмір сүресіз ғой. Ана Мәңгілік көшесі өмір оқи өсіп, тірелетте тұрады онан қараш. Ей, жол бер маған деп сөйлеу керек. Айтпақшы, мені подкаст басталды. Біраз әңгімелестік ағамен. Сол кезде ол Георгий Данелияның шәкірті болған, Сатыбалдың Нарымбек. Соның курсында оқыған. Мен Данелияны жақсы көремін. Сонымен айтамын ғой, Сатыбалдыға Данелия туралы айтыңызшы десе. Негізі ол кісімен сценарий туралы сөйлесетін шақта. Мен айтамын. Премьерасы болып жатыр, премьерасы. Данелия туралы. Сатыбалды Нарымбетов ағамызға барған кезде осы Данелия туралы сұрағам. Сол жайында айтып отырмын. Түсірілім алаңында режиссерді ойнама деп айтқан. Ұстаздық деген мынау былай жасалады, сен де осылай жасала деген сөз ба дейді. Картон. Сон Данелия дейді, жоқ дейді. Ұстаздық деген мынау былай жасалады. Егер сен енді осыны жасай алсаң дейді. Шарт бар өзінде. Сен осыны жасай алсаң, мен ары қарай өзің біл қалай жасаң дейді. Ой, шіркін-ай, әупірімдеп жүріп жеттік ау әйтеуір. 8-ден 20 кетті. Жаттығу басталғалы 20 минут болды. Разминкаға кешіктім. Жігіттері отырып, жігіттері. Дискотека басталды. Мендегі лайфхакты түсінген шығарсыз, түсірілім алаңына бірден киініп келемін. Ойбай, түсірілім алаң деп бұл. Тренировкаға, бүкіл ойдың бәрі кино ғой. Тренировкаға арнайы киініп келем осылай, машинаға міне салам. Сонда келгенде борцовканы ғана кие салам. Ал егер мен киінбеген болсам, оған қосымша уақыт кетеді ғой осындай кешіккен кезде. Лайфхак. Үйден киініп келесің. Бірақ кетерде жақсылап жуынып, душқа түсіп, қалың киініп шығасың. Tamam, sparring oldu. Sparring. Давай, тез. Бүгін жақсы ол тема болды. Келем. Спортпен айналысқанның бір жақсы жері, ешкімді қырмасаң да, ой, осы сөзді айта берем, тренировкадан шықтым. Бүгін спарринг болды жақсы. 7 раунд ойнадық. Ойбай, аңғара. Лежащий полицейский. Күндіз ғана мен өзімше айтып едім ғой, осындай жерден жай етеді деп. Енді бәрібір көлік керек қой. Жағы да міне. Ойбай, тағы лежащий полицейский. Бүкіл жерге лежащий полицейский қойып тастаған ғой. Міне тағы. Оппа, өттік. Өмір ғой, өмір. Тағы жоқ па, лежащий полицейский жай жүрек құрсын.